Жәннатқа асығу феномені дәл қазіргі кезде жүріп жатыр. Ғылым, білім оларға қызық емес. Оларға тек арғы дүние. Өйткені бұл дүниеге олар құлшылық ету үшін келді, және мұсылмандардың түпкі арманы, түпкі мақсаты жәннат. Жәннаттан кейін Құдайдың дидарын көру болғандықтан, олардың ең бірінші мақсаты ғылым, білім емес, технология емес. Бұл негізінде дінді өзіне бір құрал еткен, бір діни ағымдардың жасап жатқан құралы. Тыйым салынған уағызшылар бар ғой, сол тыйым салынған уағызшылардың уағыздарындағы айтылатын көбінеседегі тақырыптары осы жәннат, жәннатқа асығу мәселесі. Және жәннаттағы нығметтер жастар осы тыйым салынған уағызшылардың уағыздарына қызығып, жәннатқа асығу сезімі оянуы да әбден ықтимал. Әрбір ер адамға сіз айтыңыз, жұмақ деген жақсы нәрсе, жұмаққа асық деп айтсаңыз, ол әрине жұмаққа асығат баруға. Жұмақтағы хор қыздары туралы айтыңыз, әрине асығат оған. Демек, осы арқылы бұл белгілі бір манипуляция. Яғни атам қазақта айтып өткен ғой, дінді ұстай алсаң қасиетің, ұстай алмасаң қасіретің деген сияқты сөздер бар. Яғни осы сөз арқылы да адамдардың белгілі бір тізгінде ұстаудың бір құралына айналды. Көшеде кетіп бара жатқан адамдарға сіз айтсаңыз, жәннатқа барғың келсе, давай мына нәрселерді істе дейтін болсаңыз, ол адам істемейді. Ол адамға дін бойынша алып келесіз. Яғни дін бойынша түсіндіріп барынша манипуляция жасай алсаңыз, онда ол адам сіздің кәдімгі пешкаңызға айналады. Және өз-өзін жаруға асығып тұрады. Осы бағытқа берілудің басты себептерінің біреуі самореализация дейді. Өз-өзін дәлелдеткізу басқа адамдарға. Адам өзін қоғамда қалыптастырамады, белгілі бір салада. Сөйтіп барып ол дінді іздене бастайды. Діннің жұбатушылық қасиеті бар, білесіз, қызметі бар. Және осы дін арқылы ол жұбатылады ол адам. Жұбатылғаннан кейін бұл уже дәстүрлі бір формамен емес, мынандай деструктивті формасымен үйренеді да дінді. Бұл деген осындай екен ғой, дін деген бейбітшілік емес, дін деген кәпірлерді көрсең өлтіру керек екен ғой деген сияқты түсінікке барып, осы жолға қарай бет бұрады. Сөйтіп осы арқылы олар өз-өздеріне дәлелдегісі келеді, өзінің мықты екенін.